Ассалаумағалейкум желі қолданушылары, қалайсыздар, амансыздар ма? Біздің көрсетейін деп отқан шаруамыздың реті. Әрбір ағашқа осындай пластик тұрбалар тартылған, яғни ағаштар қаз қатар болып егілген. Осындай положениеде егілген, былай егілген. Солар әрқайсысы осындай бөлек-бөлек болып әуелде істелген еді. Яғни шләнгіні осыған қосу арқылы су осы қатарға ғана шашады. Және ол қатар толғаннан кейін шләнгіні суырып алып, мына қатарға қосамыз, және мына қатар суарылатын еді. Ол үлкен жұмыс. Қиындықтар тудыруы мүмкін. Сондықтан да қазір түсіріп отыр. Сондықтан да осы қатарды бір-біріне қосамыз. Мыналар керек болса тұра береді, болмаса алып тастаймыз да араларын бір-біріне қосамыз. Және де осындай 4 қатар бар. 4 қатарда круговой соединение жасаймыз, яғни 4 қатарда бір-біріне қосылады, және бір жерден кран қойылады. Сол кранды ашумен барлық қатарлар істейді. Бірыңғай ағат деген оймен істеп жатырмыз. Бұл бапта тәжірибе жоқ, сондықтан болмай қалуы да мүмкін, бірақ иншаллах Аллахтың мейірімділігінен үміт етеміз. Аллах береке берсін. Баракаллаху фикум. Осындай тәжірибеден пайдаланамыз десеңіздер, бізбен бірге болыңыздар. Парақшамызға тіркеліңіздер. Осыны жағдай барынша рельс қылып салып отырам. Сіздер пайдаласыздар, біздер не істейміз? Аллахтың мейірімділігімен. Мә? Машалла. Қара. Аллахтың мейірімділігімен қатар келген. Көмбелек, баракаллаху фикум. Грибы. Бүгін неше сәуірдің 17-сі ма? Маңғыстау мекенінен көмбелектер шығып жатыр. Сәуірдің 17-сі ма, 18-сі ма? Анық білмейді. Так, ең бірінші бізге керек нәрсе қағаз, қалам. Яғни біз керек материалдарды өлшемін метр арқылы шығаруымыз керек. Біз қазір метрімді көрсетіп жүрейін. Өлшейміз, неше отвод керек, неше колен керек, неше метр, бәрін метрлей шығарамыз. Байқаусыздар, ана жерде пластик тұрба бар. Солардың арасын жалғау керек. Пластиктер жетпей жатқан жеріне бір-біріне соединить етеді, қосатын арнайы өзінің пластикалық материалдары керек. Мына қатарда бұйырса, мына жерде қатарға қосуымыз керек. Бірінші, неше құрал жабдықтар керек екен, алдымен есептеп есебін шығарамыз. Аллах береке берсін. Қайырлы кеш желі қолданушылары, біздер бау-бақша тақырыбында, оның ішінде ағаштарды пластикалық тұрбалар арқылы суару жүйесін өзгерістер енгізіп жатырмыз. Әуелде осы жерде осындай штуцерлер арқылы шләңгі тығу арқылы тек қана бір қатарды суарып, келесі қатарға шләңгі ауыстыру арқылы суарылған болатын. Енді системаны бір-біріне жалғап, барлығын кранды бір ашумен суаруды ойластырып, осындай жүйе қалыптастырып жатырмыз. Мынадан басталған қатар, жалпы ағаштар ауланы домалақтанып егілген. Осы қатар бітуімен келесі қатарға бұлай өтеді, және бұл қатардағы ағаштарды суарады. Бұл ағаштардың суару арқылы, және де мына шетіне осындай кранға кіріп кеттік. Ішіне топырақ, қоқым жиналып қалған кезде соны ашып, ішін тазалап жіберу үшін, және келесі қатарға осылай көшеді. Түсініп отқан шығарсыздар, Аллах береке берсін. Және бұл қатардан шығып, манағы басталған қатарына жалғанады. Осы система біркелкі ағат деп ойлайсыздар ма, қалай ойлайсыздар? Пікір жазыңыздар. Аллах береке берсін.